Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Алматтан шығып облысқа қадам басты. Ал бұда бір сәтте гол! Ойдағы алғашқы гол небәрі 2 минут өткенде соғылды. Қайрат өз алаңында есеп ашты. Олимпиадалық даярлау орталығына жиналған көрермендер бұл голды ерте тамашалады. Денер ма бұл соққыны жасаған? Бізге Кевин Ариетаны көрсетуде. Алға шықты. Жулио Заноттаның Ариеттаға берген пасы және Денер қазір және гол! Игитаның үстінен асырып тепкен Денердің голын көрдіңіздер. Есеп 2-0. Қақпадан шығып кеткен байқап қойды. Қазір алматылық шабуылшы. Олай болса, екінші кезеңнің небәрі дәл қазір 32 секундта артта қалды. Есеп 2-0. Жылдам гол соғуды ұнатады алматылық команда. Біздеуге тырысады. Дәл қазір Олимпиадалық даярлау орталығында Қайрат 3-ші голды соқты. Алисон Невес есепті 3-0-ге жеткізді. Керемет ойын. Қайда ойнайтын маңызды емес Қайрат үшін, әрине. Ең бастысы маңызды 3 ұпайды еншілеу және ең басты қарсыластарын артта қалдыру. Әзірге бұл ойында маусымда алғаш рет ішкі чемпионатта бұл Қайраттың қолынан келуде. Есеп 3-0. Дәл қазір Семейге салатындай бір соққы жасаған еді. Ал Денезиньо бұна бір сәтте гол соқты. Есеп 3-1. Дәл қазір ойын бойы Андерсон Денезиньо 41 гол соққанда чемпионатта. Қайрат қақпасына бүгін бір гол соға алмай ма деген сұрақты қойған едік. Әрине, футзалда таблода есеп аша алмау, хоккейдегі қақпаға гол соға, шайба соға алмау секілді.